Менің аты жөнім Картабай Сәулегүл, жасым 40-та, Солтүстік Қазақстан облысы Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылынанмын. Мен бұл капсулалар жөнінде білдім осыдан 4-5 ай бұрын. Бірақ мен оны қолданған жоқпын, ішкен жоқпын ешқандай. Ал ол кезде мен ауруым болды. Гемоглобин менде 53 болды июль айында. Мен бұл капсулаларды сентябрьден бастап іштім. Менде октябрь айында гемоглобин 76. Ноябрьда менде болды гемоглобин 84. Соңғы ай мен гемоглобин тексерткен жоқпын декабрьға. Өйткені мен өзімді жақсы сезіндім. Денем жеңіл болды. Бұрынғыдай мен ешқандай шаршаған жоқпын. Сондықтан мен әлі өзімді тексеріп, гемоглобинді анализ жасатқан жоқпын, қорытындысын білмеймін. Осы соңғы 2 айда. Міне мен 3-тен 4-ші айға ішіп жатырмын. Сосын мен буындарым, рас айтайын, жасым 40-та болса да, вообще жүре алмайтын. Бізде дәрігер өзі біледі, аяғымды мен көрсеттім, аяқтарымды баса алмадым. Не болды бұл, қалай? Рентгенге түсірттім, нелерін алдым, таблеткаларын іштім. 1 рет жазып бергенді. Бірақ көмектесті сол уақытта, одан кейін көмектескен жоқ. Ал қазір мен рас айтайын, аяғым, тіземнің ауырған, аяғым ауырған, мен ұмыттым десем болады. Мына жақ қолымда бар, ауырат кішкене. Күн осындай бұлтты күндері қақсайды, нелер ауыратыны бар. Бірақ ойлаймын, тағы да не болады деп. Расын айтсам, бір басында қаншама ауруларым болды. Асқазан вообще мен тамақ іше алмайтынмын. Біледі ол кісілер барлығын өз. Шындығын айтқанда. Тамақ іше алмайтынмын. Қазір білмеймін, жылқының еті болса, негіз қоятын емеспін. Дастарханда шалам, шындығына келгенде. Барлығы айтады, түріме қарап, неме қарап. Жақсы, келбеттің барлығы өзгеріс бар дейді. Рас өзгеріс бар екеніне мен сенемін. Енді мен қазір ойлап отырмын, сіздерден не алдым консультация балаларыма беруге. Бірақ балаларым дені сау, барлығы здоровый бала, Аллаға тәуба. Десе де олар енді көктемгі уақытта иммунитетін көтеруге, кішкене ангина нелер бар, хронический, соны енді емдеуге өзім қосымша балаларға беруді жөн санап отырмын. Көп рахмет. Сіздерге рахмет. Көп рахмет, сау болыңыз.